науқастың жаңа сараптамадан өткізесіз, қан сараптамасын аласыз. Алайда сіз бірінші сұхбат алғанда оның бүйрек тас ауруы деп болжалды диагноз қою үшін сіз оның қандай шағымдарын назарға аласыз? Бүйрек тас ауруы. Бүйрек тас ауруына ең бірінші бүйрек ауыра бастайды. Бүйрек аймақ рахмет. Тоғжан, Руслан. Синдром бар, Пастернацкий. Пастернацкий белгісі бойынша сіз оны көресіз. Санжар. Пастернацкий және осы ұруға симптом орқанда есептің көбейіп кетуі немесе азаюы. Міне сіздердің алдарыңызда жаңағы бүйрек тас ауруына шалдыққан бүйректің суреті. Өте нашар, иә? Тасты қаяқтан көріп тұрсыз? Тас көрініп тұр ма сіздерге? Тастар көрініп тұр. Сіздер байқасаңыздар, сіздердің алдарыңызда да ол шығарылып тұр, егер нашар көрінетін болса, иә? Есеп тас ауруының себебі. Яғни минералды алмасудың жалпы бұзылуы, яғни біз айтамыз қышқыл тамақтың және ашты тамақтың көп қабылдануы, несеп жолының қабынуы, несеп ағардың туа пайда болған кемістігі, несеп шығарылуының қиындауы. Бұл несеп бүйрек тас ауруының пайда болуының алғышарттары. Мына слайдқа тағы бір назар аударыңыздар. Бұл сіздерде бұл сұрақ келеді. Сондықтан таныс емес сөздер бар да сіздерге. Таныс емес сөздер бар ма? Мұқият назар аударыңыздар. Таныс емес сөз болса бірден сөздігімізге жазамыз. Тағы да бүйректің суреті, ондағы тастар. Сіздердің алдарыңызда суреттер жатыр. Жақсы, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл сіздердің бүгінгі біздің атты сабағымыздың негізгі тақырыбы бүйрек және зат шығару жүйесінің аурулары. Енді біз жаңа сабақ бойынша алған білімімізді пысықтайық. Не білдік? Біз осы уақытқа дейін бүйрек жүйесі, зәр шығару жүйесі, бүйректің аурулары туралы не білдік? Төртінші курсқа келгенше. Және бүгінгі ашық сабақтан не білдіңіздер? Және не білуің қажет деген сұрақтарға жауап беру үшін қазір біз ойымызды қорытындылайық. Ойымызды қорытындылау үшін және кішкене сергу үшін деп айтайық. Біз білетін өзіміз каход жүйесіне кіреміз, телефондарыңызды алыңыздар. Каход жүйесі бұл өте ыңғайлы жүйе. Кірдік па? Каходқа кірдік қой, иә? Телефондарымызды аламыз. Қазіргі таңда ақпараттық технология өте жақсы дамыған. Бәріміздің қолымызда телефондарымыз, яғни ақпараттық технология жетістігін пайдалануға мүмкіндік береді бізге, иә? Кірдік па? Жақсы. Мен қазір бірінші сабағымыздың бірінші кезеңі ол нефрология. Мен қазір нефрология бөлімін ашамын. Қазір сіздерге беремін. Жеті, 3, 9, 1, 4. Бәріміз осы кіру күйін тереміз. 7, 3, 9, 1, 4. Санжар, өте жылдам екен, Санжарды көрдім. Тоғжан, Тамаша, Лиза және Руслан, Адель және Мөлдір. Адель мен Мөлдірдің бағасын сабақтың соңында тең бөліп қоямыз, иә? 5 алсақ 2,5-нан сонда сіздің бағаңыз 2,5 болады. Жақсы. Дайынбыз ғой? Мына жерге кім бүгін жасап тұр? Санжар сіз бе? Санжар. Кішкене шетке отырасың ғой, ма? Жақсы. Экран толық көрініңіз. Сіздер білесіздер, әр сұраққа 20 секунд берілген. Яғни бұл жүйенің ойнауын білесіздер, иә? Бастаймыз. Бірінші сұрақ. Are you ready? 10 questions, please.
nefrologiya jүйесі. Nefrologiya neni zertteydi? Muhiyat bo'lamiz. Жақсы, тамаша. Келесі сұрақ. Адель мен Мөлдір бірінші орынға шықты әрине, иә? Екінші орында Санжар, Лиза, Тоғжан және Бақытгүл. Келесі сұрақ. Нефрология терминінің мағынасын түсіндіріңіз. Жақсы, тамаша. Келесі сұраққа барамыз. Санжар бірінші орынға шықты, ептілік танытты Санжар. Келесі сұрақ. Бүйрек қандай қызмет атқарады? Жақсы, тамаша. Көрейік, кім алға шыққан? Санжар. Тамаша. Келесі. Бүйректің салмағы қанша? Жақсы. Келесі сұрақ. Санжар. Тоғжан. Руслан қайда? Неге шығып кеттіңіз? Руслан бар. Опустите вниз. Соңғы сұраққа мүмкін жауап берген жоқ шығарсыз. Келесі сұраққа жауап беріңіз, Руслан. Несеп неден түзіледі? Руслан, сізде шығып тұр ғой ой. Несеп неден түзіледі белгілеңіз. Жоқ, ол бар, Руслан 6. Руслан жоқ, Руслан 6. Әне, Руслан Третья. Руслан, сіз үшінші сұрақтан қалып қалғансыз, көрдіңіз бе? Руслан, just hit answers, trick number 3. Түсіндіңіз ғой? Яғни сіз үшінші сұрақтан қалып қалдыңыз, келесі сұраққа мұқият болыңыз. Келесі. Бүйректің негізгі құрылымын атаңыз. 6-шы сұрақ. Жақсы. Келесі. Тоғжан, тамаша, Тоғжан алға шықты. Келесі сұрақ. Зәр шығару мүшелерін атаңыз. Қазір көреміз. Тоғжан, тамаша. Келесі сұрақ. 8-ші сұрақ. Зәр шығару жүйесінің ауырығын атаңыз. Жақсы, келесі. Тоғжан, тамаша, одан кейін Санжар. Келесі. Ересек адам тәулігіне қанша зәр шығарады? Ересек адам. Назар аударыңыз. Ересек адам. Жақсы. Рахмет. Бүйрек қандай мүше? Соңғы сұрақ. Бүйрек қандай мүше? Жақсы, рахмет. Біздің бірінші кезең бойынша сұрағымыз аяқталды. Жақсы, рахмет. 5 Тоғжан. Одан кейін Санжар. Жете алған жоқ Тоғжанға, иә? Бізде қызық болды, бірақ Санжар қызық қуып жете алмады, иә? Содан Санжар өзінің жаңағы несінен айырылды, иә? Сыйлығынан. Одан кейінгі орынға шыққан Лиза, иә? Бізде Адель, Руслан және Мөлдір үшеуміз келесі қосылғанда, жүйеге қосылғанда кішкене белсенді болайық. Себебі сіздердің бұның бәрі сабақтың соңында бал қойылғанда ескеріледі, иә? Жақсы. Рахмет, енді сіздер қолдарыңыздағы әдістемелік нұсқауға назар аударыңыздар. Біз сіздермен бүйректің анатомиясымен таныстық, иә? Бүйректің тағы ауруларымен таныстық. Енді келесі кезең ол бүйректің физиологиясы. Енді бүйрек физиологиясымен танысайық. Бүйрек физиологиясымен танысу үшін мен сіздерге қазір бейне жазба қоямын. Бейне жазбаға мұқият назар аударуларыңызды сұраймын.
ма? Я. Біз бейне жазбадан көргеніміздей, біз, яғни, түзілуі. Физиология дегендіктен, яғни судың ағзамызға енуі, оның ары қарай сыртқа шығарылуы және зәрдің түзілуі. Зәр түзілуі барысында не себаға, бүйректің тостаған шалары және қуықтың қандай қызмет атқаратыны физиология бойынша қарап шықты. Енді осы бейнеңіздегі қатысты сіздерде қазір тағы да сіздердің білімдеріңізді, не білетіндеріңізді пысықтау үшін біз қазір тағы да тест тапсырамыз. Сол тестқа жаңағы кахотқа кіріспес бұрын менде сіздерге сұрақ. Бүйрек физиологиясы бойынша сіздерде сұрақ бар ма? Бейне жазба бойынша түсінікті ме? Түсінікті ме? Я, Тоғжан. Тек бірінші өткен есепті ғана көрсетті ма? Я, бірінші есеп қана. Бірінші. Себебі сіз байқап тұрсыз, яғни бұл жерде су ішкенде қандай физиологиялық үдеріс жүреді, сол көрсетілді, иә? Жақсы ондай болатын болса, мен сіздердің осы бүйрек физиологиясы бойынша көрсетілген бейне жазбаны қаншалықты түсінгендеріңізді білу үшін білімімізді, ақпаратымызды пысықтайық. Кахот жүйесіне қайтадан кіреміз, ораламыз. Зәр шығару жүйесі екінші. Бәріміз кірдік па? Руслан, қайта кіріңіз, өтініш қалып қалмаңыз, сабақтың соңында балғыз күнмен деп қалуы мүмкін. Адель мен Мөлдір кішкене белсенді боламыз. Сіздер бүгін неге енжар отырсыздар? Я? Дайынбыз ба? Руслан? Ал бастайық. Мен де ашып жатыр. Тоғжан ашылды ма? Мұқият боламыз. Әлі бізде 1 минуттай уақыт бар. Болды ма Тоғжан? Жақсы. Телефондарыңызды алыңыздар, немесе компьютерлеріңізді қосыңыздар. 7, 8, 1, 0, 6, 5. 7, 8, 1, 0, 6, 5. Тоғжан, Адель, Мөлдір, Лиза, Санжар, Руслан қайда? Руслан. Жақсы. Бәріміз дайынбыз ба? Бақыт. Бақыт, Лиза, Руслан, Тоғжан, Санжар және Адель, Мөлдір. Құрметті студенттер, қазір егер де тағы да қалып қалатын екінші айналымнан қалып қалатын болсаңыздар, яғни балаларыңыз едәуір төмендеп қалуы мүмкін, мұқият боламыз, жақсы ма? Бастаймыз ба? Дайынбыз ба? Ал бастадық. Зәр шығару жүйесі. Зәр шығару мүшелерін атаңыз. Яғни кейбір сұрақтар сіздерге таныс. Сабақтың басынан бері айтып жатырмыз. Жақсы. Адель мен Мөлдір тамаша. Нефрон дегеніміз не? Жақсы. Рахмет. Келесі сұрақ. Адель мен Мөлдір тамаша. Руслан қайда? Руслан қайда? Не знаю. Руслан Айда. Руслан қайда? Санжар? Без она. Кто первый 5 получает? Без каналда Без она, да. Без Высоте. Жүйеде ма? Жақсы, келесі. Бүйрек қандай қызмет атқарады? Бірақ кеше ойнадыңыздар ғой сіздер. Бүйрек қандай қызмет атқарады? Жақсы, рахмет. Келесі. Адель мен Мөлдір тамаша. Бүйрек қайда орналасқан? Жақсы, рахмет. Келесі. Адель мен Мөлдір тамаша. Бақыт. Сізде не көрсетіп тұр жаңағы? Не көрсетіп тұр? Бүйрек ауруын атаңыз. Жақсы, рахмет. Келесі. Адель мен Мөлдір тамаша. Бақыт, сіз уақыт жетпей қалып жатыр ғой деймін, сізге жаңағы ескерту беріп жатыр. Зәрдің қалыпты түсі қандай? Назар аударамыз сұраққа. Қалыпты түсі.
орында визаға, үшінші орында тоғжанға, иә? Жақсы, тамаша. Ал енді құрметті студенттер, біз физиологиямен таныстық, анатомиясымен таныстық, бүйрек ауруларымен таныстыңыздар. Енді сіздерде келесі біздің жұмысымыз ол сөйлеу, яғни күнделікті жұмыс барысында, яғни біздің сабағымыздың мақсаты, кәсіби мақсаты ол дәрігерлерді сөйлету. Біз ұдай сабақ барысында айтамыз сұхбат, дәрігер мен науқас арасындағы сұхбат. Яғни менің мақсатым тілдік дағдыны дамыту. Яғни төрт тілдік дағды бар, ол сөйлеу, тыңдау, жазу және айту. Яғни осы бұл тілдік дағды халықаралық тілдердің жетелігіне байланысты, міндетті түрде сіздердің сөйлегендеріңіз біз үшін аса маңызды. Сіздердің алдарыңызда төрт сурет, бір ой. Егер де слайдта нашар көрініп тұрса, сіздерге суреттейін. Суретте сіздердің алдарыңызда. 2 минут уақыт беремін сіздерге. 2 минутта қарап шықсаңыздар болады. Төрт суретке бір ой айтасыздар. Сіздер жақсы көрсетілген бүйрек қарап. 2 минуттан кейін ойымызды айтамыз. Төрт суретке қарап, бір ой айтамыз. Біздің ойымыз логикалық түрде аяқталған, белгілі бір ақпаратты беретін тиянақты ой болу керек. Яғни ойымыз жинақы, қысқа әрі нұсқа таулы. Несеп ағардың ұзындауы, несеп ағардың жанындағы ұзындауы. Кім белсенділік танытады? Бүйрек тасы ауыр. Айта береміз, дайындап айта береміз. Кәне бұл жерде өте ауыр сурет жоқ қой. Сіздер бағанан бері жарты сағаттан астам уақыт біз айтып жатқан нәрселер сіздердің алдарыңызда, иә? Науқас жедел жәрдеммен қалалық аурухана бөлімінің қалалық ауруханаға қабылдау бөліміне келіп түсті. Ол науқасқа ультра дыбыстық зерттеумен және зәр таңдауын жасалды. Зәр талдамасы жасалды. Ультра дыбыстық зерттеу жасалды және зәр таңдамасы жасалды. Жақсы. Енді кейбір бұл ауызекі жазыңызшы. Басқалар жауап бермейінше сіз жақсылап жазыңыз. Басқаны жауап берейік. Себебі сөйлеу барысында ауызекі тілде кейбір тілдік қайталанып жатыр. Жасалды деген сөзді қайталап тұрсыз. Бірақ ойыңыз аяқталған, логикалық аяқталған ақпарат. Келесі кім? Тезірек. Мөлдір дайынсыз ба? Денсаулық ол біздің байлығымыз. Оны күту керекпіз. Әр 6 ай сайын зерттеуден өту керекпіз. Тексеруден өту керек. Тексеруден және ультрадыбыстық зерттеуден өту керекпіз. Егер денсаулығымыз мөлдерсе, жедел жәрдем көмегін шақыру керекпіз. Жедел жәрдем шақырамыз. Жақсы? Науқастың түнде жедел жәрдем түнде науқастың түнде жедел жәрдем аурухана келді. Науқас түнде жедел жәрдеммен ауруханаға келді. Бірінші ойыңызда келесі. Дәрігердің анализді алды. Жақсы. Және бүйректің тас диагнозды бүйрек тас ауруы диагнозын анықтады немесе қойды. Жақсы, Руслан, жазып алдыңыз ойыңызды. Санжар. Қазір бізде осы науқастарға өте көп әрбір көмек бар. Осы
жедел жәрдем, осы әрбір диагностикаға осы ультра дыбыстық мүмкіндік жасауға. мүмкіндік жасау, әрбір анализдер жасауға осыдан біз науқастарды емдей аламыз. Емдей аламыз. Жақсы, ойыңыз шашырақты, бірақ толықтыруға болады. Жазып өтіріңізге, Лиза, тыңдап тұрмысың. Ер адам өзінің нашар сезініп, жедел жәрдем шақырды. Емханада ультра зерттеу және зәр талдамасы жасады. Зәр талдамасын жасады. Жақсы қабылданды. Дәптеріңізге жазыңыз ойыңызге. Адель? Науқастың аймағы және есепаға ұзындауында ауру байқалды, ауру сезілмесі байқалды. Және ол жедел жәрдемді шақырып, ауруханаға түсті. Онда дәрігер оған ультрадыбыстық зерттеу жасады және лабораториялық талдамалау жасады. Лабораториялық талдау жасады. Лаборатория демесеңіз зертханалық талдама жасалды. Лаборатория дегенді бәріңіз орысша айтып жатсыздар. Зертхана деп жазып алайықшы дәрігерімізге, сөздігімізге бірден зертхана деп жазып алуыңызға болады. Жақсы, біз 4 суретті қарап отырып, ол суретті бірімен байланыстырып, логикалық аяқталған ақпарат алдық. Яғни бізде көбінесе халықтың арасында, тұрғындардың арасында көп кездесетін аурулардың басым бөлігі ол бүйрек тасы ауруы. Бүйрек тасы ауруы жаңағы қатты шаршиды және ол бірден ұстама беруі мүмкін. Ұстама бергенде біз жедел жәрдемнің көмегіне жүгінуімізге тура келеді. Жақсы, ары қарай жүре берсек, біздің уақытымыз да тайып қалған екен. Сондықтан да қазір біз осы сала бойынша алған білімімізді пысықтаймыз. Сол үшін біз зәр шығару жүйесінің аурулары жүйесіне көшейік. Көрдің бе? Интернет егер мүмкіндік жоқ болса, маған қосылсаңыздар болады. Бірақ сіздер жаңа қосылдыңыздар. Кірдік па? Так, алған ақпаратымызды және өзіміз айтқан сұхбатымызды, тоғжанды күтеміз. Жаңа өзіміз айтқан сұхбатты, ақпаратты пысықтаймыз. Не білдік? Яғни сіз не білдіңіз, біз және не осы жаңағы ақпаратты айту арқылы қандай тағы да қосымша ақпарат алдыңыз. Енді сол алған ақпаратымызды пысықтаймыз. Кірдік па? Тоғжан, кірдіңіз ба? Жақсы. Зәр шығару жүйесінің аурулары. Бәріміз телефонымызды аламыз, немесе өзіміздің қосылды 9, 6, 7, 6. Кіреміз. 9, 6, 7, 6. Тоғжанды көріп тұрмын. Санжар кірді. Лиза кірді. Руслан кірді. Адель Моля. Адель мен мөлдір ма? Мына берген. Жақсы. Сіздер сабақтың соңына таман өздеріңіздің сүйікті атауларыңызды бере бастадыңыздар. Бақа деген. Бақа деген бақытгүл ма? Жақсы. Дайынсыз ғой. Ал бастайық. 10 сұрақ мұнда да берілген. Зәр шығару жүйесінің аурулары. Бірінші сұрақ. Зәр шығару жүйесінің ауруын атаңыз. Енді кейбір сұрақтар қайталанып келіп жатыр. Мұқият боламыз бірақ. Жақсы. Келесі. Адель мен мөлдір Санжар бүгін мүлде сабақтан баға алмайтын болып отыр. Бүйрек тас ауруының негізгі белгісі. Пилонефрит қандай ауру?
Рахмет. Келесі. Тоғжан тамаша. Бақыт көрмелі жатыр Руслан. Руслан кішкене белсенді. Руслан тамаша. Руслан кішкене белсенді болайық, иә?